Армысыздар, құрметті ауыл тұрғындары және де оқушылар. Қазақ халқы сөз өнерін, көркем өнерін, өзге түрлерін жоғары бағалап, даңқты жырау, талантты ақындарын, жез таңдай шешендерін марапат тұғырына қондырып, сырлы сөзбен соғылған сұлу сөз сарайларын ұрпағына аманаттап отырған. Сөз қадірін, өз қадірін... Оқушылар, қош келдіңіздер біріншіден. Енді келесі жаңа құтты болсын деймін. Оқуда ұзақты болыңыздар. Бүгін енді өздеріңіз білесіздер, жаңа айтып кетіп жатыр Фариза Оңғарсынованың бейден өздерің білсеңдер. Фариза Оңғарсынова 1939 жылы 25 желтоқсан Ақтөбе, Гурьев, Орал облыстары бойынша меншікті тілшісі болып қызмет еткен. Сағыным туған жердің көк албелін, желпілеген бітен сүйіп сана жерін, асқақтау шалқар көрін болмасан да, көрікті ақ көрінесің маған келін. Елестер көз алдында, құмдарында, асырса бұлнаушыдың сол құмыранда. Кеуденде мені тербеттің, жас шыбығынды көктері, мінеки мен де ержеттім, еңбегім бекер кетпеді. Өмірде мынау ең жақын, аяулым сенсің анашым. Болмаса мен Байсалдылық бұлай қалып, жайықтың суы жатыр ұлайланып. Бұлқыған сағынышпен жүректердей соғады жарға толқын шырайын алып. Толқының ақ жайықтың тамашалап, қиялдар жетелейді қарасалақ. Кейде үнсіз, кейде дария басқан қуан жерде, арпалса ұмтылған мұнан беріге, қанша заман күрә боп даладағы, қырғындарға шаттыққа мұнан жерге. Болсам ба деп, бақытқа шаттыққа құр, ел қорғаған батырдай қылышты алып. Туған жердің топырағы 1966 жылы Маңғыстау маржандары өлеңі 1969 жылы жазылған. Мазасыз шақ өлеңдер жинағы жазушы газеті 1972 жылы. Асау толқын өлеңдер жинағы 1973 жылы шықса, көгершіндердің өлеңі көңілім өлең сиқырын жыранғанмай. Өмір кешіп қалғандай жырақ жанбай. Отырамын жабырқап жүдеп көңіл. Мұң ызана жиналып жүрекке кіріп. Сонда жақсы жыр оқып нұрарман. Жадыраймын жанымда мұнар қалмай. Сол өлеңді дәл өзім шығарғандай. Қылан берер емес ау алды. Еркелесем күлімдейтін, ұрысқаны білінбейтін. Маңдайымнан ескен менің құлыншағым күнімдейтін. Әлемдегі ақылды адам бәрін ыстырып, көп сөзіне салғасам. Талды бұзып тасырып, мұқиттарды жалғасам. Тыңдан тұрар бар енді ғажайып. Түріңай текеметтің асыл қандай, үңілдім үнсіз ғана басындамай. Келе ғой қошақаным өзіме деп, әжем кеп сипағандай шашымнан жай. Күйімді кешкендер ал сол беттегі. Өмірі айтқан өсек арқылы жақын сүюге, азамат болуға ұмтылады деген үмітпен бүгінгі әдеби кешімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.